Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, Алтын доп арнасынан бүгін көретіндеріңіз. Лига Европа, Лига конференция ойындарының бірінші ойындары аяқталды, нәтижелі ойындар болды. Челси клубы тағы да тамаша жұлдыздарды қатарына қоспақшы, ал Ким мен Джей Баварияға өкпелі. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып, қолдап жүріңіздер. Ал енді біз әдептен озбай, көп созбай, бірден бастайық, кеттік. Достар, кешегі өткен ойында еш нәрседе шешілген жоқ тәрізді. Лига конференциядан бастайық. Фиорентина енді 3-2 есебімен Брюггені жеңді, және де келесі ойын қонақта қиын болуы мүмкін, бірақ та Фиорентина финалға шығуға өте жақын қатарынан екінші рет. Бұл жолы Фиорентина өздерінің мүмкіндіктерін жіберіп алмауға барын салатын болады. Енді бізді бір таңғалдырған нәрсе ол Астон Вилла өзінің үйінде Олимпиакосқа 4-2 есебімен жеңіліп қалған жайы бар. Бұл енді сенсация десек те болады. Кішігірім Олимпиакос финалға шығу үшін барын салады. Себебі биылғы Лига конференцияның финалы Афинада өтетін болады, Грек елінде, және де осы Олимпиакос өз жерінде жеңісті жұлу үшін, финалға шығу үшін қолдарындағының барын салады, және де Астон Вилланы сенімді жеңісті жұлып алды. Астон Вилладан жақынырағы осы Олимпиакос пен Фиорентина Лига конференцияның финалында өнер көрсетуге өте жақын деп айтсақ болады. Енді Лига Европаға оралатын болсақ, Лига Европада Аталанта Марсельмен ойнады. Аталанта Ливерпульға қарсы қандай тамаша ойын көрсеткен еді. Естеріңізде болса, енді Аталанта Марсельмен бұл жолы қонаққа барып 1-1 деген есепті тіркеді. Және де өз үйінде Италияда барлық мәселе шешілетін болғандықтан Аталанта келесі кезеңге өтеді деген ойлар келеді. Келесі ойын Байер мен Романың арасында өтті. Рома өз үйінде 2-0 деген есеппен Байерға ұтылды. Байерді ешкім тоқтата алар емес. Байер қазіргі таңда жеңіліссіз сериясын 47-ге бірақ жеткізіп тастаған жайы бар. Байерда финалда деп есептеуге болатын шығар, себебі жағдайы өте жақсы. Келесі ойын өз үйінде. Кеше осындай тамаша ойындар өтті, достар. Ал бүгін өзіміздің лигалардың ойындары бар. Жалпы бұл апта адреналинге толы футбол апталығы. Жаңа апта футбол алаңындағы эмоциялардың өрлеуі. Париматч Қазақстанмен бірге өз фаворитің үшін жанкүйер болып ойынға қосыл. Біздің сенімді серіктесіміз Париматч Қазақстаннан 150 мың теңгеге дейін бонус және 2000 теңге қосымша фрибет алғыңыз келсе, видео астындағы сілтемеге өтіңіз. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Париматч ойын тізгіні сенің қолыңда. Достар, енді бұғанға дейін бұл әңгіме шықты. Баварияның бас бапкері ауысады деген әңгімелер болды. Оның орнына Ральф Рангник келеді деген әңгімелер де болды. Ральф Рангник керек емес, бізге Томас Тухель қалсын деп Баварияның жанкүйерлері қол жинады. Осының бәрі жалпы ушығып келе жатқан болатын, бірақ та ештеңеге қарамастан Баварияның басшылары Ральф Рангникті алып келгісі келді. Бірақ кеше таңғаларлы оқиға болды. Ральф Рангниктің өзі мен Баварияны баптаудан бас тартамын, Баварияға келмеймін деген өзінің сұхбатын берді. Өз аузымен Баварияға келмейтін болды нақты. Бұған бүкіл әлем таңғалды. Неге бұлай деп. Енді бұл ақпаратты бізге Кери Хау атты инсайдер жеткізді. Жалпы барлық ақпарат көздері осыны айтып жатыр. Қазіргі таңда бұл ресми ақпарат. Ральф Рангник енді Баварияға келмейді, достар. Ары қарай бірақ та Томас Тухель қалады ма, қалмайды ма белгісіз. Бірақ осының алдында Ральф Рангник Баварияны баптауға қарсы емес деген айтқан болатын. Не себепті бұлай болғанына әлі белгісіз, бірақ та болжамды себептер бар. Ральф Рангник барлық трансферлік терезеде соңғы шешімді өзі қабылдаушы болады деген рөлді алғысы келген екен. Мысалға дейік, Бавария клубы келесі маусымда вингер алғысы келеді. Ол вингерлердің ішінде тізімде Грилиш, Рафиня, Решфорд тұрады. Ал енді Баварияның басшылары тұрады да, бізге Грилиш ұнап тұр, осы Грилишті алуымыз керек дейді. Ал Ральф Рангник соңғы нүктені қоятын адам болғандықтан, жоқ, маған Грилиш ұнамайды, менің тактикама, жалпы маған осы Решфорд керек дейді да, Решфорд алғысы келеді. Сол кезде екі жақта түсініспеушілік пайда болады, сондықтан да бұндай рөлді Ральф Рангникке бергісі келмейді. Бавария өздері қалаған, жалпы топпен таңдаған ойыншыны алғысы келеді. Ральф Рангник қана бәрін шешкенін қаламайды дейді. Осыған байланысты Ральф Рангник бас тартқан екен.
Енді бұл болжамды ақпараттар. Оның арасында қандай әңгімелер болып қалғанын біз әлі біле алмаймыз. Бірақ та нақты ақпарат Ральф Рангник Баварияға келгісі келмейтінін, жалпы келмейтінін айтқан. Енді бұл мәселеге Баварияның жанкүйерлері қуанбаса, ешкім өкініп жылап жатқан жоқ шығар деп ойлаймыз. Ральф Рангник жалпы спорттық директорлық ретінде, маман ретінде, спорттық директор маман ретінде мықты маман мойындаймыз. Бірақ та бапкер ретінде ештеңені қатырған маман емес. Бүгін енді сүйікті лигаларың оралды, тосынсый деп қойсақ та болады. Енді Лутон Таун мен Эвертон бүгін кездесетін болады. Лутон Таунды мен өз басым өте жақсы көремін. Өте бір жақсы клубтардың бірі. Кез келген командаға гол сала алады. Ол Сити болсын, ол Арсенал болсын, ол Ливерпуль болсын, Челси болсын, Тоттенхэм. Кез келген мықты топ деген командаларға гол сап жүретін клубтардың бірі. Енді бұлар АПЛда қалу үшін барын салып жатқан жайы бар. Қазіргі таңда мен АПЛ Англия премьер лигасында Лутон Таунның қалғанын қалаймын. Бірақ Эвертонға да ұпай қажет, енді ұшып кететіндей жағдайда емес. Сәл жоғары аяқтағаны өздеріне де жақсы. Эвертон өзі өте тамаша ойын көрсетіп жатыр. Кейінгі кезде өздеріңіз білесіздер, Ливерпульді да ұтып алған еді. Осы мәселелерге қарап Лутон Таун қанша тырысқанымен бүгін Эвертонның күші басым болатын шығар. Сондықтан да бүгінгі Лутон Таун мен Эвертонның ойындарының арасында екі таймда да гол болады деген болжам айтуға болады, немесе жай ғана Эвертон клубы жеңіске жетеді деген болжамды да айтуға болады. Егер де өздеріңіздің бір болжамдарыңыз болса, бонус керек болатын болса, біздің сенімді серіктесіміз Пари матч бонусты аямай таратып жатқанын естеріңізге сала кетейік, достар. Ал енді бұл өте қызықты тамаша ойын болады. Лутон Таун мен Эвертонның ойыны бүгінгі ойындардың үздігі деп айта аламыз. Ким Мин Жи деген монстр қорғаушы туралы әңгімелесейік. Енді Реал Мадридпен өткен ойын, Чемпиондар лигасында өткен ойында 2 голда Реал Мадридтің Ким Мин Жидің қателігінен келді. Бірінші голы кросстың керемет пасын негізінде оңай бірінші жетіп алуына мүмкіндігі бар еді. Бірақ та Винисиусқа өтуіне, Винисиустың тебуіне бәріне мүмкіндік беріп қойған осы Ким Мин Жи болып саналады. Ол жерде кінәлі. Екінші голда да білесіздер, Родригоны шалып пенальти алып дәл осы Ким Мин Жи. Енді Нойер айтып жатыр, футбол қателіктердің ойыны, қателіктер болып тұрады деп. Нойермен қосыламыз. Рудигерді, қандай бір мықты қорғаушылар болсын, бәрі де қателеседі. Бұл енді арасында болып тұрады. Ким Мин Жи, жалпы қорғаушылар да, жалпы футболшылар робот емес, қателіктер болады. Ал енді Томас Тухель ештеңеге қарамастан Ким Мин Жиға жалпы пресс-конференцияда көпшіліктің көзінше әңгіме айтып тастады. Томас Тухель айтады, бұл баланың қателігі бірінші гол. Екінші голда біз 5-2 тұрмыз. Реал Мадридтің 2 ойыншысы. Баварияда 5 қорғаушы тұр, 5 ойыншы тұр. Сонда ана жерде неге оны шалады деген сияқты соған әлі өкінеді. Томас Тухель және бетіне де басады. Пресс-конференцияда айтады. Осылайша Ким Мин Жиді ары қарай сындырып тастағысы келеді ма, білмедім. Ким Мин Жи өзі де өкініп жүр. Сол ойыннан шыққан кезде тілшілер күтіп тұрғанда тілшілерге тоқтамаған екен. Ким Мин Жи өте өкінішті түрімен қарап, мен қатты өкінемін деп өз тілінде жауап беріп, ешкімге сұхбат бермей шығып кеткен екен. Ол өзі мойындап тұр қателігін. Бірақ та Томас Тухель сол қателікті ары қарай басып жатқан сияқты. Ал енді Ким Мин Жи өзі Италияда бақытты екендігін айтқан, Италияға қайтқысы келетінде бір-екі сұхбатында айтып көрген екен. Кейінірек Италияға барып ойнағым келеді деп. Соған қарағанда Баварияға келгеніне өкінетін тәрізді. Ким Мин Жиді дәл осы 2 қателігі үшін соншалықты кінәлап тастау дұрыс па, немесе келесі ойынға дайындап сенімділік орнатуы керек па? Томас Тухельдің жалпы істеген іс-әрекетіне өздеріңіздің ойларыңызды пікірге жаза отырсаңыздар. Челси клубы жайлы ақпараттарда көп. Челси клубы осы жазғы трансферлік терезеде тамаша трансферлер жасағысы келеді. Енді кеше ойын өткізді Челси Тоттенхэммен. Бұл ойында Тоттенхэмнің жанкүйері болғандықтан айтқымда келмейді, бірақ айта салайық. 2-0 есебімен Челси клубы жеңді. Челсидің жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы Тоттенхэм кейінгі соңғы ойындардың бәрінде жеңіліп жатыр. Ожидала да деген ойынды көрсетіп жатыр. Тоттенхэм клубы жарайды енді жинақталатын шығар. Биылғы маусымда осы 5-ші орында аяқтаса да жаман емес сияқты. Біз оған
көндік. Ал енді Челсидің трансферлеріне оралатын болсақ, достар, Челси келесі маусымда тағы да қақпашы алмақшы. Пикфордты алғысы келіп отыр Эвертон клубынан. Пикфорд өте тамаша қақпашы, және де жоғары топ клубқа жоғарылауына мүмкіндігі осы ғана болуы мүмкін, себебі 30 жасқа келген жайы бар. Дәл қазір шешім қабылдап, жоғары қарай жоғарылап Челсиға келіп трофейлерді көтермесе, ендігі мансабында тек сол Эвертонда қалып кетуі мүмкін, одан да ары қарай төмендей беруі мүмкін. Бұл мүмкіндікті жібермеу керек Пикфордқа. Ал енді Пикфордтың келесі маусымда әріптесі, өзінің отандасы Джек Грилиш болуы мүмкін. Джек Грилишті қатарларына қосуға қарсы емес Челси клубы, және де Джек Грилишті қазір Манчестер Ситида нақты орны бар деп айту қиын. Доку орнын тартып алған тәрізді. Джек Грилиш өзінің әлемдік деңгейдегі мықты ойыншы екенін дәлелдеу үшін Челсиға барғаны дұрыс деп санаймыз. Манчестер Ситидан Кол Палмерді кетуге қорққан жоқ. Манчестер Ситидан Челсиға келді, және де ол үшін өкінбейді, бәріміз де біліп отырмыз. Джек Грилишқа да Палмерге қарап шешім қабылдағаны дұрыс шығар деп санаймыз. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Ең бастысы бізбен бірге болыңыздар. Біздің сенімді серіктесіміз Париматчтың тамаша бонустар беріп жатқанында естеріңізге сала кетейік. Ал енді арнамызға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз, достар.